Как бы ячейка общества, семья. И вроде с них надо было сперва, с них как я не знаю объяснить, то есть оздоровлять общество нужно было с этого, так мне казалось. 1980 жылдың желтоқсан айы. Алматы облысы Ұзынағашта атышулы каннибал Николай Жұмағалиев туралы естіген шығарсыздар. Бүкіл Қазақстан, Өзбекстан, Қырғызстанды үрей мен қорқыныш жастаған Жұмағалиев әйелдермен жыныстық қатынасқа түсіп артынан өлтіріп, ол азда етін жеген. Адам жегіш Николайдың қылмысы үшін қандай шешім қабылданған? Жазасы жеңіл болды ма? Видеоны тамашаламастан бұрын менің каналыма жазыл және комментарийге ойыңды қалдыр. Ең алдымен Николай Жұмағалиевтің өмірбаянына қысқаша тоқталайық. Ол 1952 жылы 15 қарашада Алматы облысы Ұзынағашта қазақ-беларусь отбасында дүниеге келген. Орта білімді бітіріп теміржол училищесіне оқуға түсті. Оқуды бітірген соң Гурьев, қазіргі Атырау қаласына жұмысқа жіберілді. 1970 жылы әскер қатарына шақырылып Самарқанд, Отар қалаларында қызмет жасады. Әйелдерге екінші сортты жаратылыс ретінде қараған Николайдың әйелдермен қарым-қатынасында қиындықтар болмады. Николайдың сырт келбетіне алданған қыздар төсек қатынасына қарсылық білдірмейтін. Осының себебінен жас жігіт сифилис пен трихомонозды жұқтырды. Бұл оның жыныстық қатынастан жеркенуіне себеп болды. Бірақ Николайдың өзі ғашық болған қыздан теріс жауап алғаннан соң әйел затына деген жек көрініші одан да күшейді. 1977 жылы 25 жастағы Жұмағалиев өрт сөндіру бөліміне жұмысқа тұрады. 2 жыл бойы ол тыныш өмір сүрді. Көп қыздарды ауыстырған Николай бұдан кейін адам өлтіруге бел буды. 1970 жылдың қаңтардың бір күнінде Ұзынағашта Жұмағалиев жалғыз жүріп келе жатқан қызды іздейді. Протестанттық 7-ші күн адвентистік шіркеуінің жақтаушысы. Жас жігіт қызды қуып жетіп, кеуде тұсына пышақ сұғып бұталардың арасына сүйреп апарады. Қызды жерге құлатқан Жұмағалиев пышақпен тамағын бауыздап қанын іше бастайды. Маньяктың бұл әрекетіне оның оккультизмге деген құмарлығы түрткі болды. Кітаптардың бірінде ол тамағын кесу арқылы жанның денеден қалай шығатынын көруге болатынын оқыған. Сонымен қатар Жұмағалиев жәбірленушінің қанын ішу арқылы көріпкелдік қабілетке ие болатын кітаптардан білген. Алайда қызды өлтіргеннен кейін ешқандай жанның денеден қалай шығатынын да көрмеді. Көріпкелдік қабілетке де ие болмады. Тек адам өлтіруші қылмыскер ғана атанды. Қыздан тіршілік белгілері байқалмағаннан кейін Жұмағалиев адам етін күнделікті азық ретінде пайдалануды жоспарлап мәйітті соя бастаған. Ол бір айға жуық алғашқы құрбанның етін жеді. Қайнатты, қуырды, тұздады, котлеттермен тұшпара пісірді. Сонымен қатар Жұмағалиев қалдықтарды пұтқа табынушылық рәсімдер үшін пайдаланған. Қыздың қалдығын 25 қаңтарда Фабричный ауылы маңынан өтіп бара жатқан адамдар тауып алған. Мәйіттің дене пішімі бұзылғаны сонша, жедел қызметкерлер оның ер адам немесе әйел адам екенін бірден түсінбеді. Тергеушілер қыздың өліміне күйеу жігіті немесе оның діндастары кінәлі деп ойлады. Бірақ өлтірушіні табу мүмкін болмады. Сол 79 жылдың сәуірінде тәртіп сақшыларына жаңа қорқынышты хабар келді. Шіркеуден үйіне қайтып бара жатқанда жоғалып кеткен жергілікті қарт кісінің қалдықтары. Зейнеткер маньяктың екінші құрбаны болды. Жұмағалиевті іздеуде тағы да полицейлер дәрменсіз болды. Ал ол өзінің жазаланбайтынын біліп, жаңа одан да қорқынышты қылмыс жасады. Маньяк тұрғын үйге кіріп, сол жерде ұйықтап жатқан егде жастағы анасы мен қызының тамағын кесіп, зардап шеккендерді бөлшектеп, түн жамылғысында олардың қалдықтарын сөмкеге салып алып шыққан. Бір ғажабы кішкентай қыз ғана аман қалды. Ол қайтыс болған кісінің немересі еді. Қыз бала шкафқа тығылып үлгерді, ал Жұмағалиев оны байқамады. Есеңгіреген күйіне қарамастан полицейлерге көрген қорқынышты түсін айтып берді. Бірақ ол өлтірушінің сыртқы түрін сипаттай алмады. Екі кісі өлтіргеніне бір апта өтпестен Жұмағалиев тағы да қылмыс жасады. Бұл жолы кектен. Оның дос қызы Жұмағалиевке хабарласып, құрбысының үстінен жеке заттарлы ұрланғаны үшін полицияға арыз жазғанын айтты. Содан кейін маньяк дос қызына қылмыскерді үйіне әкелуді бұйырды. Жұмағалиев қонағымен ұзақ сөйлеспеді. Қыз тез арада онымен жыныстық қатынасқа түсуге келісті. Оның барысында маньяк қызды тұншықтырып, тамағын кесіп, қанын іше бастаған. Осыдан кейін Жұмағалиев жәбірленушіні бөлшектеп, қалдықтарын бөшкеге салып тұздап тастаған. Бұл жолы да полицейлер өлтірушіні ұстай алмады. Бірақ 2 айдан кейін Жұмағалиев темір тордың ар жағында қалды, бірақ мүлде басқа себеппен.
1979 жылдың тамыз айында той кезінде маньяк өз әріптесі өрт сөндірушіні атып өлтірді. Бір мәлімет бойынша олар жанжалдасып қалған. Басқалардың айтуынша Жұмағалиев достарының ортасында мылтығын көрсетемін деп кездейсоқ атып қалған. Тергеу барысында айыпталушы психиатриялық сараптамадан өтті. Дәл сол кезде Николай Жұмағалиевтің шизофрениямен ауырғаны белгілі болды. Осылайша маньяк түрмеден құтылып мәжбүрлі емделу үшін 4,5 жыл психиатриялық ауруханада жатып шықты. Алайда Жұмағалиев емдеу мекемесінің қабырғасында 1 жыл ғана болды. Содан кейін дәрігерлер науқасты сау деп есептеп оны босатқан. Маньяк босағаннан кейін бұрынғы ісіне қайта оралды. Оның қолынан тағы 3 әйел қайтыс болды. Солардың бірі жаңа ғана босанған жас ана болды. Жәбірленушінің қасында ұйықтап жатқан нәрестеге қарамастан маньяк әйелге 18 жерден пышақ салған. Жұмағалиевті әйелдің енесі ұстамақ болған, бірақ оны да пышақтап қашып кеткен. Келесі 9-шы құрбаны маньяк үшін соңғы болуы мүмкін еді. 1980 жылдың желтоқсан айының бір күнінде Жұмағалиевтің үйіне бір топ адам жиналды. Бір кезде қонақтар үй иесі мен бір қыздың жоғалып кеткенін байқады. Ашуланған қонақтар ерлі зайыптылар жатын бөлмеде жыныстық қатынас үшін оқшауланды деп ойлап әзіл үшін бөлмеге кіріп барады. Олар көрген сурет барлығын таңғалдырды. Жерде қанға боялған қыздың денесі жатыр. Ал жалаңаш Жұмағалиев қыздың басын кесіп алып қанын тазикке құйып жатты. Қонақтар бірден жақын маңдағы полиция бөлімшесіне жүгірді. Ал маньяк қызды бөлшектеуді жалғастырды. Алайда басқа нұсқада қонақтарға басын Жұмағалиев өзі алып шыққан. Жалаңаш, қанға бойылған Жұмағалиев келген полицейлерді үйдің табалдырығында қарсы алды. Тергеушілердің аң-таң болып тұрған пайдаланып, маньяк қашып кетті. Үйді қарап шыққаннан кейін жедел қызметкерлер маньяк құрбандарының етін тұздаған бөшкені тапты. Жұмағалиев көп жасырынбады. 1-2 күннен кейін ол досының үйінен табылды. Ол маньякты жер астына жасырды, бірақ мұқият жедел қызметкерлер ескі тақталарға жаңа шегелер қағылғанын байқады. Еденді көтеріп, олар сол жерде жатқан маньякты көрді. Жұмағалиев 9 кісі өлтірудің 7-ін бірден мойындады. Бұл уақытта Николайдың әпкелерінің бірі із-түссіз жоғалып кеткен. Бірақ ол қыздың жоғалып кетуіне өзінің қатысы бар екенін жоққа шығарды. Жауап алу кезінде Жұмағалиев тергеушілермен оның өлтіру себептері туралы өз ойымен бөлісті. Мен хайуанға айналдым. Адамдардың хайуанға жасанғандарын өздеріне жасадым, деді ол. Маньяктың айтуынша ол мәйіттердің қалдықтарын жеді және сол арқылы қыздардың денесін толық білемін деп түсіндірді. Бұған қоса Жұмағалиев әйел затының табиғат заңдарын бұзып, өздерін еркектермен тең дәрежеде ұстайтындары үшін кек алғанын мойындады. Белгілі болғандай, Николай барлық кісі өлтірулерді атаулы күндерде, мысалы әжесінің қайтыс болған кезінде, немесе атасының 100 жылдық мерейтойымен тұспа-тұс жасаған. Осылайша маньяктың бұл әрекеті құрбандық шалу үрдісіне сай болды. Маньяк психологтарға өзінің түсінде әйел мәйітінің бөлшектері су ағынымен қалқып жүргенін көрдім, деді. Жұмағалиевке Сербский институтының мамандары қайтадан жүргізген психиатриялық сараптамада оның шизофрения екенін растады. Сондықтан маньяк қайтадан психиатриялық клиникада емделді. Жұмағалиев 8 жылын аса қауіпті қылмыскерлерге арналған арнайы ауруханада өткізді. Кейбір мәліметтерге қарағанда, Николай осы уақыт ішінде 2 рет өз-өзіне қол жұмсамақ болған. Бірақ жалпы алғанда науқас қызметкерлерге өте сыпайы болды. Ешқашан дөрекі емес және дәрігерлердің барлық нұсқауларын орындайтын. Сондықтан 1989 жылы дәрігерлер Жұмағалиев қоғамға қауіпті емес және оны кәдімгі психиатриялық ауруханаға ауыстыруға болады деп шешті. 29 тамызда маньякты жаңа жерге апара жатты. Оның қасында тек санитар дәрігер мен медбике ғана болды. Осы жағдайды пайдаланған Жұмағалиев Бішкектегі Манас әуежайына жеткенде қашып кеткен. Жасырынбақ ниетпен маньяк Алатау тауларына жол тартты. Бірақ полицейлер Жұмағалиевтің жоспарын біліп қойып, оны дельтапландар іздеді. Тау беткейлерін тінтіп қарады. Біраз уақыттан кейін операцияға әскерилер қосылды. Алғашында жергілікті әскери бөлімінің бастығы маньякты іздеуге сарбаздарды жібергісі келмеді. Содан кейін қылмыстық іздестіру бөлімінің басшылығы әскер басшысына оның офицерлерінің әйелдері барын және Жұмағалиев бостандықта жүргенде жергілікті тұрғындар сияқты оларға да қауіп төніп тұрғанын ескертті. Сол күні сарбаздар тауға шықты. Жұмағалиев іздестірушілерді адастырғысы келді. Ол өзінің танысынан Мәскеуге барып, ол жақтан Бішкекке Жұмағалиев жазған хатты жіберуді өтінді. Ол Астанада екенін, сонда өлтіретінін жазған. Николайдың жоспары іске асты. Мөрі жоқ, оғаш хатты пошта қызметкерлері байқап қалды. Олар оны жіберушіге қайтара алмады.
Кімнен деген бағанада тек тегі мен аты жөні көрсетілген: Жұмағалиев Николай. Содан кейін пошта қызметкерлері конвертті полицияға берді. Ал тәртіп сақшылары маньякты шынымен Мәскеуде деп шешіп, тауда іздеуді тоқтатып Астанаға ауысты. Николай Алатаудың тауларында өмір сүріп жатты. Үңгірлерде өмір сүрді, аң аулады. Маньяк емдік шөптер мен мумияны жинап, кейін оларды жергілікті халыққа тамақ пен сіріңкеге айырбастады. Кейде Жұмағалиев жақын маңдағы қалаларға шығып, кейбір мәліметтер бойынша жаңа қылмыстар жасаған. Мәселен, 2014 жылы маньяк 1990 жылы Ақтөбеде болған студентті өлтірді деп айыпталды. Ол қыздың үйінің жанына өтіп бара жатып байқаған. Кейін терезе арқылы кірген. Николай қыздың тамағын кесіп, қанын ішіп, кейін басын кесіп тастаған. Кісі өлтіруші үйден шығып келе жатқанда оның көршісі байқап қалған. Жұмағалиевтің аузы қанға боялғанын байқаған жігіт не болғанын сұрауды жөн көрді. Бірақ ол бейтаныс жігітке бір қадам жақындағанда атамын деп айғайлап қашып кетеді. Ол тергеушілерге осы қылмыс жасалған кезде Алатау тауларындағы өмір оған барлық дерттерден, соның ішінде психикалық аурулардан, долана, тау шөптері мен алмалардан толық арылуға көмектескенін айтады. Ақыры бұлай өмір сүру Жұмағалиевті шаршатты. Оның жоспары бар еді. 1991 жылы сәуірде Жұмағалиев полицияның қолына тез түсіп қалу үшін Ферғана маңындағы жайылып жүрген отардан бір қой ұрлап кетті. Өлімшеге жеткізілген маньяк Қытайда жақсы өмір сүргісі келіп, қытайлық адам ретінде кейіп танытты. Жұмағалиев аз ғана түрмеде отырып, жаңа есіммен, жаңа төлқұжатпен босатыламын деп үміттенді. Бірақ ұсталған азамат шекарадан қай жерден, қалай өткені нақты түсіндіре алмағаны полицейлерді алаңдатты. Көп ұзамай Николай Жұмағалиевті іздестірген тергеуші келді. Жұмағалиев екені анықталып, емделуге қайтарылды. Алматы облысы Ақтас ауылындағы мамандандырылған психикалық ауруханада маньяк күні бүгінге дейін жатыр. Бір кездері Жұмағалиев тіпті өлім жазасына кесуді сұрамақ болды, бірақ ол қабылданбады. Аурухана зындандарында маньяк шахмат ойнауға және жабдықтарды жөндеуге қызығушылық танытты. Ол өзін жақсы ұстайды және қызметкерлерге көмектеседі. Айтуларынша, кейбір дәрігерлер Жұмағалиевтің қауіпсіз екенін және оны психиатрдың бақылауынан кейін табиғатқа жіберуге болатынын айтады. Бірақ бұған Николай Жұмағалиевтің қорқынышты қылмыстарымен таныс адамдар үзілді-кесілді қарсы. Ал қылмыстық іздестіру бөлімінің басшысы Евгений Самович Жұмағалиевпен әңгімесін былай түйіндеді. Ол адам кейпінде бейнеленген жыртқыш хайуан. Негізінде ерлердің үстемдігі табиғат заңы. Ол ешқашан адам өмірін түсіне алмайды және қабылдамайды.